Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет болып шығатын картоп езбесінен фри дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен картопымызды тазалап аламыз. Картопымызды бөліктерге бөліп аламыз. Ыдысымызға салып, үстіне су құямыз. Суымызға тұз саламыз және лавр жапырағын салып жүрсеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Енді бұны отқа қойып қайнатамыз. Піскен картопымызды езіп аламыз. Кішкене шым-шым тұз қосамыз және жұмыртқаның ағын қосып, ұнымызды аз-аздан қоса отырып қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз осылай болып шығады. Қамырымыз дайын. Қамырымызды әр бөліктерге бөліп аламыз да ұнның көмегімен жаятын боламыз. Және видеода көріп тұрғандай ұзынша етіп кесіп, ұн сеуіп тақтайымызға қойып аламыз. Және қызып тұрған майда қуырамыз екі беті қызарғанша. Міне картоп езбесінен фриіміз дайын болды. Дәмі өте ерекше болып шығады. Дәмі керемет, жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.